өздеріңіз білесіздер, Шығыс Түркістан жасаушы түркі халықтарының ана отаны. Ұйғыр, қазақ, қырғыз, өзбек, татар, тағы басқа халықтардың ата-бабасының өмір сүрген, еңбек еткен, ұрпақ өсірген, қос қолыменен мәдениет жаратқан ана отаны. Сол қасиетті отанымызды бір мүшесі ретінде қазақ халқы да ежелден сонда өмір сүріп келді. Қазақтар негізінен Шыңжаңның солтүстігінде тұрады, Тәңір тауларының солтүстігі, жайылым тауларда қазақтар мекендейді. Тәңір тауының оңтүстік жағын негізінен ұйғырлар мекендейді. Бұл екі халық бұрыннан ауыл аралас, қой аралас өмір сүрген, қыз беріскен, шаруашылық жағында сауда өзара жасасып, бірінің бірі қажетін толықтап келген. Қазақтар Тянь-Шаньның солтүстігінде 19 ғасырдың аяқ кезіне дейін негізінен қайтадан қоныстанып болған. Жоңғарлар жойылғаннан кейін ал Баркөл аймағында сол отандарына қайтып баруы Баркөл, Құмыл, Аратүрік деген жер бар, көне түріктердің мекендеген жері. Сол жерге қайтадан қоныстануы 1933 жылға дейін Баркөл аймағында 27 мың қазақ болған. Енді толықсыз деректерге негізделген. Баркөл аймағы ол Тянь-Шаньның Тәңір тауының ең шығыс бөлігі болып табылады. Сондағы бір аймақтағы қоныстанған қазақтар туралы ғана айтып отырмын. Сол Баркөлді мынау біз айтып өткен Елісқан батырдың бабалары Әл және оның арғы атасы Жаныспай деген кісілер 19 ғасырдың аяғында барып мекендеген. Елісқанның әкесі Әліпті бірде Қамысбайдың баласы дейді, бірде Жаныспайдың баласы дейді. Қытайда әртүрлі көрсетеді. Енді оны осында оның ұрпақтары өзі жақсы біледі деп ойлаймын. Кейінгі деректерде Жаныспайдың баласы деп жазып жүр. Осы бірде Қамысбайдың екі әйелі болған дейді, сол бәйбішесінен Қайса, оның кейін Әліп туады, үлкен әйел. Оның кейін кіші әйелінен Қожаберген, Қожақын деген балалары болған. Бұл деректерді мұнда мен енді жазып алған нелерім көп, енді оның бәрін оқи бермейін, сіздерге қысқартып оқуға тура келеді. 1912 жылы Үрімшіде Яң Зеңшин билік басына келгеннен кейін Шыңжаңдағы жергілікті халықтың жағдайына көңіл бөліп, қазақтардың 3 орнынан 3 мәншәпті дайындайды. Мысалы, Алтайдағы Әлен Уаңның өнесі Шәріп қарды. Шығыс Шыңжаңда Әліптің үлкен ұлы Елісқанды. Ал Тарбағатайда Мамырбектің ұлы Қызырды Үрімшіге әкеліп, Қытайша оқытып, болашақта өзінің қанатты құйрығы ретінде, өзіне көмекші ретінде тәрбиелейді. Елісқанның әкесі Әліп Үрімшіде
Қытайша оқып, тәрбиеленіп шыққаннан кейін Шығыс Шыңжаңның қорғаныс істеріне жауапты болады. Яғни Шығыс Шыңжаң, Құмыл, Баркөл аймақтарының қорғаныс ісіне жауапты болады. Сол қорғаныс гарнизонының командирі болып тағайындалады. Сол кезде ол кісінің қол астында қарулы 200 адам болған үкіметтің аяғы. Елісхан Әліұлы Шығыс Шыңжаңның Құмыл, Баркөл аймағының қорғаныс гарнизонының командирі болып тағайындалғаннан кейін қол астында 200 әскері қол астында болғаннан кейін бір Шыңжаң тарихында шешуші рөл ойнаған оқиға туылды. 1931 жылы жергілікті Қытай төрелері Құмылда бір ұйғыр шаруаның қызына қырымдағандықтан және оны өзіне күшпен әйел етіп алмақшы болғандықтан ұйғыр шаруалары бұған қарсы наразылыққа шығады. Бұның соңы Құмыл аймағындағы диқандардың көтерілісіне ұласып кетеді. Бұны Gansu Шыңқайдағы дүнгендер өз пайдасына асырмақшы болады және Қожанияз қажыны Қытай мұсылман мемлекетін құруға атсалысуға үндейді. Бұл кезде әрине халықтың мұсылмандық ұлттық көңіл күйі жоғары болатын, оны түсінуге болады. Сондықтан бұл қозғалысқа әліпте азды көпті көмек берді деп жазылады. Ал Қытайдағы қазақ жазушылары әліп көмек берген жоқ. Қожанияз оған қысым жасады деп айтылады. Сөйтіп, қалайдан қалай болды, әліп тарапынан 1000 қой, 100 ат Қожаниязға беріледі. Бұл оқиға жарыққа шыққаннан кейін өлкедегі Янзыңшин үкіметі сол кезде Жапониядан оқып келген әскери салаға жауапты болып келген енді ғана орналасқан Шеншесайды Шығыс Шыңжаңға барып Қожанияз көтерілісін жаныштауға жібереді. Янзыңшиннен тапсырма алып Қожанияз көтерілісін жаныштауға бара жатқан жолында әліптің алдынан өтеді және әліпке өзіне ат, көлік және адам шығарып жәрдем беруін сұрайды. Осы кезде әліп Шеншесайды көзге ілмейді, жәрдем беруден бас тартады. Оның да түрлі себептері болуы мүмкін. Өйткені бұған дейінгі жергілікті Қытай ұлықтарының халыққа жасап жатқан зорлық-зомбылығынан оның көңілі қарайған еді. Бұл жолы ол Шеншесайға көмек беруден бас тартқаннан кейін Шеншесай Үрімшіге қайтып келеді, жағдайды Янзыңшинге мәлімдейді. Бірақ осы кезде Шеншесайдың өзінің де билікті тартып алу, Янзыңшиннен билікті тартып алу ойы болатын. 1933 жылы 12 апрельде Шеншесай саяси өзгеріс қозғап Үрімшіде Янзыңшинмен әскери төңкеріс арқылы билікті тартып алды. Шыңжаңның әскери, саяси, экономикалық
билігі түгеліменен Шең Шысайдың қолына өтті. Осыдан соң ол Еділ-Сықанды Шығыс Шыңжаңның қорғаныс гарнизонының қызметінен әліпті. Шығыс Шыңжаңның қорғаныс гарнизонының қызметінен алып тастап, оны қарусыздандырмақ болды. Бірақ әліп оның бұл бұйрығын тыңдамады. Әліптің шығыстағы күші мығым, онда өзін қолдайтын 4000 түтін отбасы және мол қару-жарақ бар болатын. Оның кілең қазақтардан жасақтанған қарулы қолы шетінен соғыс өнеріне жетілген жігіттер еді. Оған бірден төтеп беру Шең Шысайға қиын болатын.